мейрамханаға кіріп келген кезде өзінің шашының необычный цветімен көзге түскен мына жерде бір тәтем отыр. Тәте шығыңызшы вот. Мына шашыңыздың әдемі цветімен бірге бірден көзге түстіңіз. Келіңізші ортаға. Қошемет көрсетіп қойыңыздаршы. Ой, тамаша. Келіңізші. Прям мынандай цвет қорғанышында жоқ қой, қайда істептіңіз апа? Келіңіз. Және вот мына сіз келіңізші, прическаңыз әдемі екен. Да, келіңіз ортаға қарай келіңіз. Мына жақтан бар ма тағы да? Кім бар? Әдемі прическасымен бері қарай жіберсеңіздер. Ана қыздарда келіп кеткен. Мына тәтені жіберіңізші мына. Ана ар жақта. Тәте сіз келіңіз. Да. Конечно, келіп. Келіңіз. Еще вот она сидит. Мына кісінің прическасы дерзкий екен вообще. Күшті екен. Жүріңізші. Мына екі кісі абысын ба? Бәсе түрлері ұқсайды еді. Көпе екеуі еще. Bir жерден алған сияқты екі ағамыз. Молодцы. Мына жақта кім бар қыздардан? Девочки, кім біреуін жіберсеңіздерші, бір әдемі прическасымен. Шашы ұзын вот сіз-ау деймін. Шашы қолаң шашты келіңізші ортаға келіп. Ой, тамаша. Және үлкен апаларымыздан бар ма қайда? Ой, бұл. Красавица. Пойдемте, жүріңіз. Мына. Қараңыздар. Шашын артына қарай түйіп алған. Үстіне әдемі бөлек киіп алған. Апам түріне қарасам, шалының басын айналдырып тиіп алған десем. Ойнамайсың ба? Ал, қош келдіңіздер. Міне құрметті ағайын, осы той үшін арнайы дайындалған кісілер, осы кісілер міне. Сіз не шығып мен қалай байқамай қалдым? Келсеңізші. Жоқ, сіз. Да, конечно. Мама, не, шық. Құрметті ағайын, осы той үшін арнайы дайындалған кісілер міне. Бұл кісілер не үшін дайындалды? Мейрамханаға кірген кезде бүкіл халықтың вниманиесі менде болсын деді бұл кісілер. Мынау кімнің әйелі, кімнің қызы деп таңғалып қалсын деді. Енді қараңыздар, қыздар, не істейміз? Мына жерде ортада күшті подиум болады. Подиум не екенін білесіз ба да? Тәте, не ол? Подиум деген не апа? Жастар білмесе мен қайда білемін. Білмейсіз бе не екен? Ол міне біліп тұр. Абысыңыз бір сұрасаңыз абысыңызды бәрін. Біледі екен ғой. Міне ортада күшті подиум болады. Не істейсіздер? Күшті әдемелеп жүріп келесіздер. Міне шаштарыңыз, прическаңыз көрсетіп, үлкендерге сәлем бересіздер. Қайтар жолда бүкіл халықтан дауыс жинайсыздар. Ең соңында кімнің дауысы ғой? Соответственно, сол кісіге бүгін той иесінің ішінен, иесінің атынан үлкен бір керемет сыйлығымыз дайын тұр. Оны тойдың соңында айта жатырмын, ойынның соңында. Бірінші жастардан бастайық, сіздер күте тұрыңыздар. Үшеуіңіздің қайсыңыз бастайсыздар? Келіңіз, сіз келіңізші. Келіңіз, ортаға келіңіз. Келіңіз. Ой, тамаша. Той құтты болсын. Есімің? Жолдас кім болып келесіз? Жолдастарым. Мадиярдың? Достар, Дана екеудің, достар. Күйеуіңіз бар ғой? Осы жүрді ма? Қайда бұл кісі? Молодец. Құтты болсын. Қазір просто ұрысып жүрмесін деп жатқаным ғой қазір. Мен әйелім шығардым деп. Так, дайын болсаңыз, мынандай әдемі қолаң шашыңызды, бұйра шашыңызды, ұзын шашыңызды көрсетсеңіз болады. Подиумда кеттік ал. Теперь моя. Достар, группа поддержка. Молодец. Достар, қошемет қайда? Молодец. Ну, нормально. Примерно образец осындай. Көрдіңіздер. Екінші болып келші, бұйра шашымен, қолаң шашымен, құдай. Есіміңіз кім? Мейірімбек деп қорқпай депсіз, смело. Сіз мына столда, сіздер кім болып келесіздер? Мадияр, Дана. Достар, группа поддержка бар ма Меруертке? Кет, Меруерт, подиумда бұйра шашымен, жібер! Молодец. Достар, группа поддержка, давайте. Анан қара, ей! Маэстро, кет! Шындыңыз кетші вообще. Мама, күшті бұйра шашы. Сіздің прическаңыз қалай аталасыз ба? Қалай аталатын білесіз ба? Бұйра? Ролтон? Күшті суға салсаң 5 минуттен кейін дайын болады прическа. Молодец, вообще күшті. Вот, красавица. Вот, өзі прям күшті болып тұр. Есіміңіз кім? Айгерім, кім болып келесіз? Достары тоже. Сіз мына столда группа поддержка бар ма? Айгерімге кет, подиумда, Айгерім, жібер! Ойбай. Қайда асып баратсың? Молодец. Группа поддержка, достар, айда? Супер. Молодец, Айгерім, стоп. Мама, Айгерім. Сен жүрсің қандай болған білесің ба, Айгерім? Сен жүрсің қандай магазинге нанға жұмсап жүресің ғой? Сол кезде сволочтар өздерің бармайсыңдар, мен дегенсің кетіп бара жатырмыз деп алды ғой, ше? Тура сондай болды ғой.
нормально. Айгерге қошемет қойыңдар, вот молодец. Так, одан кейін бізде, не, вот келіңші прям, вот, өзі күшті болып дайындалып келген, елден ерекше болып, есіңіз кім? Кім? Құтты қыз. Так, сіз кім болып келесіз? Абысына. Ол мына стол, е? Төрден екінші стол. Группа водежка дайын болса, құтты қыз, кеттік, подержи, тебе! Ой, де! Она знает, как ходить. Ваши аплодисменты, друзья, молодец! Мама, Кутузкич не ожидал вообще. Супер күшті. Вот она знает, как ходить, молодец. Енді абысындарға көшеміз, келіңіз. Құдай өзі күшті болып жүр. Томпин, жан вообще. Есіміңіз кім? Гаухар. Сіз бұл әулетке? Жиені. Дайын болсаңыз, Гаухар, подиумда кетті. Гаухарочка, подиумда жүрек. Жиенде, бөлінде. Ой, боже мой. Гаухар, ты что творишь? Ага, вот она, красавица. Ваши аплодисменты, друзья, молодец. Жанды дай петь, молодец, о, боже мой, Гаухар, молодец вообще, мама. Гаухар, сіздің жүрісіңіз қандай болған білесіз бе, жүрісіңізді? Жаңа ана кісі нанға кетіп еді ғой, соны артынан мына стол ашып бірдеңе ұмытады, тек беріп бардады ғой. Ну, нормально, брат, молодец, вообще күшті. Екінші абысыны келіңіз. Шашының цветі деген вообще необычный. Есіміңіз кім? Бақтыгүл. Бақтыгүл. Сіз тоже жиен ба? Жиен келіндері. Дайын болсаңыз, кетті, Бақтыгүл. Бақтыгүл-ау, не істедің, Бақтыгүл-ау? Сіздің жүрісіңіз қандай болған білесіз бе? Мына ресторан қай жерінде паутина бар деген сияқты тұрсыз ба кәдімгі? Ну, нормально пойдет, молодец, бірақ күшті. Одан кейін, вот, красавица, келіңізші, құдай. Қошемет бар ма, апама? Апа, келіңізші. Апа, мама, құлағындағы алтын қара. Мойындағы алтын, саусақта, мынаның бәрі алтын, мама. Апа, асырап алшы мені. Есіміңіз кім, апа? Есімім Күләш. Күләш апа, кім болып келесіз? Осы үйге жеңгесі болам Мадиярдың. Жеңгесі. Күләш апа, дайын болсаңыз, кейде мына жастар сияқты ана жаққа барып сандалып қойып қойыңыз де. Қара сізге күшті музыка болады. Сыпайы, биязы, күшті әдемі бұл ортаға келесіз, апа, қараңыз де. Тура ортаға келесіз де. Мына бүйіріне түйілген шашыңыз бар, осыны ұстайсыз да, былай отырасыз, апа. И осыдан аман есен тұрсаңыз, бір сіздік, апа. Или жастарда қандай барып келесіз ба? Жіберші маэстро музыка, Вы что творите, қорғаншынцы вообще? Қорғаншының жүрген жері тойды ман, осы болады деп қошемет көрсетіп қойыңыздар, әжейлер! Я не ожидал от вас қырғаныңыз қалай кетті, апа вообще. Молодец. Так, пока бірінші орындасыз, музыка қоймай қойыңыз, біз пока дауыстанып та болады. Екінші вот келіңіз, қошемет көрсетіп қойыңыздар, бұйра шашты. Екеумізді пока бірдей достар болғаннан кейін, вот үшінші вот келіңізші. Қошемет бар ма, құрметті ағайын? Үшеумізді нормально, үшеуміз бірдей. Вот еще, красавица. Қошемет бар ма, құрметті ағайын? О, сізге чуть-чуть өсті. Сіз ренжімеңіздер, папа мына кісі бір жұрнға шығып кетті. Екінші, вот, келіңізші. Қошемет бар ма, құрметті ағайын? Чуть-чуть жетпей. Екінші келіңіз. Бақыт апа, қошемет бар ма? Can, Күләш апаға қошемет! Апа, сіз сразу суперфиналдасында жерге тұрғыз апа. Автоматически суперфиналға түсіп кеттіңіз сіз.
Және бізде дауысы көп болған тоже вот мына кісі вот келіңізші, мына кісінің сіз мына жерде тұрыңыз. Екеуіңізде дауыс чуть-чуть бірдей болып тұр, соны шешіп алайық. Жақын тұрыңыздар. На друг друга посмотрите, подождите. Вы готовы, апа? Вы готовы? Бокс десең. Екеуің төбелесіп қойғансың ба қайда? Жоқ, кет, қошемет бар ма? Күләш апа! Автоматически бүгінгі кештегі ең әдемі мисс красавица ешкімнің таласы жоқ. Күләш апа! Рейс, пожалуйста. Апа, мұны сізге иелерінің атынан қабылдаңыз және ойынға қатысқан барша қыздарға бір сый-сапаттан табыс етсеңіздер, көп рахмет қыздар. Ойынға қатысқандарың үшін енді бүгін Расулдың тілашар той болғаннан кейін арнайы азын-аулақ сый-сапатымызды қабылдаңыздар. Екі абысынға бірде екі портрет беріңіздер. Тамаша. Ой, рахмет сіздерге, аман болыңыздар. Төр сіздерге келіңіздер, төрге қарай жайғасыңыздар. Көп рахмет сіздерге, молодцы. Күләш апа, бір сықыр жібермедіңіз бе? Апам, вообще. Сықырадым. Мен сықырамын, бүйтіп бар ғой, кәдімгі. Тамаша. Ал, құрметті ханымдарымыз бар, кешіміздармен қарай жалғастырайық.